Саламатсыздар ма әріптестер? Сіздерге қазір мен e-портфолио, электронный портфолионы қалай тез жасау керек екенін көрсетемін. Мына менде ашылып тұрған терезеде менің e-портфолиом, электронный портфолиом, осы электронный портфолионың басты бетінде. Басты беті. Келесі бірінші бөлім мұғалім туралы жалпы мәлімет. Бұл жерде жалпы мәлімет жазылады және өмірлік ұстаным. Келесі бетте менің есім туралы жазылған. Келесі екінші бөлім педагогикалық қызметтің нәтижелері, білімі туралы және тағы басқа. Ары қарай мынау ұстаз еңбектері YouTube каналдарында. YouTube каналдарында видеоларың егер де болса, сол каналдағы видеоларды осында көрсетіп қоюға болады. Енді осыны қалай жасаймыз? Ол үшін біз Google поискқа жазамыз. Google деп жазамыз. Ағылшынша. Кейбіреуінде ашылған кезде осылай Google деп ашылады, браузерлерде. Кейде өйстіп жазу керек Google поискте. Біз осы ашылған Google терезесінде осы жерінде төртбұрышты нүктелерден құралған төртбұрышке приложение Google дегенге тінтуірмен басу арқылы біз бұл сіздерге егер де карантин кезінде жұмыс істеген болсаңыз, Classroom осында тұр, осынша кейбіреуіңіз білесіздер. Бұл жерде енді біз диск деген таңдаймыз. Диск деген таңдаған кезде ашылған терезеде менің бұл жерде алдында жасалған жұмыстарым тұр, көрдіңіздер. Сіздерде де осындай жұмыстар жасаңыз. Сол жерде мысалы создать сайт дегенді басамыз. Астында еще дегенге басатын болсақ, создать Google сайт деген бар. Соны таңдаймыз. Міне, біздің бірінші бағанағы бетіміз ашылды. Енді осы жерде тез аттарын өзгертеміз. Мысалы, бірінші бөлім деп қояйық. Бірінші бөлім. Бірінші бөлім мысалы. Енді ол уже ары қарай өздеріңіз жаза бересіздер. Мысалы, изменить изображение. Загрузить жасасаңыздар, выбрать десеңіздер, мына жерде уже дайын суреттерді, дайын дизайнларды береді. Мысалы, біреуін таңдайын. Мына арты уже өзгерді, көрдіңіздер ме? Осылай жасай бересіздер. Ары қарай. Енді мына асты жағына осы жерге бізге сурет және де мәтіндерді теруіміз керек. Мына жерде блоки деген бар. Осы блоктан біреуін таңдаймыз. Мына жерге мәтіндерді тереміз. Мына жағына бағанағы өзіміздің дайын суретімізді қоямыз. Ол үшін мынаны басқан кезде загрузить дегенді басамыз. Бұл компьютердің қай жеріне, мысалы, рабочий столдағы суретіміз тұрса, рабочий столдағы суретті загрузить. Мысалы, мына суретті қоятын болсам, открыть десем, мына суретіміз мұнда шығады. Өстіп ары қарай жасаймыз. Енді келесі страницаны қалай ашамыз? Ол үшін мына страницаға кіреміз. Мына главный страница. Мына плюсті басамыз. Создать страницу. Страницаның атын жазамыз. Мысалы, екінші бөлім. Готовым. Ары қарай тағы да солай тұрамыз. Ставканың ішіне кіреміз. Мыналарды таңдаймыз. Мәтіндерден суреттер кіргіземіз. Темаларда мына тема болғанда мына артындағы фондарын ауыстырамыз. Мына мәтіндердің түрлерін ауыстырамыз. Және тағы басқа осы жерде жұмыстарды істейміз. Так, енді қалай біз видеодан, YouTube-тан не қоямыз? Ссылка. Ол үшін мына жерде көрдіңіздер ме? Кнопкаларды қоюға болады. YouTube каналдан мысалы, YouTube каналды басатын болса, YouTube канал ссылкасын сұрап тұрады. Осы жерге бағанағы бізде мысалы
бізде мысалы қай жерде осы керекті видеомызды мысалы алып мысалы Paint бағдарламасы спиннерді қалай оңай әрі тез жасауға болады деген видеоны мысалы мына ссылкасын копировать етемін. Одан кейін сайтыма ораламын, осы жерге қоямын. Поиск жасаймын, егер де болса табады, ол бірден қоямыз. Мына жерде біздің видеомыз дайын. Енді мына қасына мәтінді жазуды бағана көрсеттік. Осы жерде қасына мәтінді беріп қоямыз. Так, диаграммалар қосаңыздар да болады. Текстовое поле. Мына жерге жазып қоямыз, қандай видео бұл. Так, ары қарай уже түсінікті деп ойлаймын. Осының бәрін жасап болғаннан кейін опубликовать деген пернені басамыз. Одан кейін біздің электронды портфолиомыз дайын болып шығады. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.